Әдеп жөніндегі кеңестің кезекті отырысы өтті. Онда екі мемлекеттік қызметшінің тәртіптік ісі қаралып, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне қарсы жүргізілген талдау қорытындысы сараланды. Сондай-ақ мемлекеттік органдарда еңбек демалысы заңдылығының сақталуы, үстемақы, материалдық жәрдемақы, іс-сапар шығындарының реттілігі жайлы баяндама жасалды. Агенттіктің кешенді жоспарына сәйкес кеңес мүшелері мемлекеттік қызметшілердің құқықтарын қорғау бағытында талдау жұмыстарын жүргізуде. Кеңестің кезекті отырысында мемлекеттік органдарда үстемақы, материалдық жәрдемақы және сыйақы беру кезіндегі құқықтардың сақталуы туралы жасалған сараптама қорытындысы жария етілді. Кеңес мүшесі Ғанижан Қалиев бірқатар мемлекеттік органдарда іс-сапар шығындары мен кепілдерінің сақталуы туралы кемшіліктердің барын атап өтті. Ал Райкүл Байназарова еңбек демалысына шығару кезінде мемлекеттік қызметшілердің құқықтары көбіне ескеріле бермейтінін алға тартты және сәйкесінше тиісті ұсынымдарын енгізді. Көптеген фактілер айтылды, мекеме басшылары шақырылды, облыстық мекемелердің басшылары, орынбасарлары, осы жұмысқа жауапты қызметкерлері шақырылып, қастырылды. Бүгін енді бәріне ескерту ретінде берілді. Осы анықталған материалдардың бәрі сол департаменттерде мекемелерге жеткізілетін болады. Түрлі сұрақтар қойылып, сол іште органдары бар. Өзінен жоғары тұрған лауазымды басшылар бар. 2018 жылға арналған сыбайлас жемқорлық. Жиында облыстық білім саласындағы бақылау департаментіне қатысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау қорытындысы баяндалды. Департамент директоры бұл бағытта жүргізілген жұмыстар мен талдау нәтижелерін саралай келе нақты ұсынымдар жасады. Кеңес отырысында Арал қаласының әкімі Махатов пен оның орынбасары Жанаевтың тәртіптік ісі қаралды. Қос шенеунік жер заңнамасында белгіленген тәртіптерді сақтамай, заң талаптарының бұзылуына жол берген. Махатов пен Жанаев тарапынан Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет туралы заңның 50-ші бабының 1-ші тармағының 4-ші тармақшасы бұзылған. Аталған бұзушылық мемлекеттік қызметке кір келтіретін тәртіптік теріс қылық болып табылады және ол бойынша қызметіне толық сәйкес еместігі туралы ескерту немесе қызметтен босату түріндегі тәртіптік жазалар көзделген. Сондықтан, құрметті кеңес мүшелері, мен бұл жерде мен ұсынам, мен кеңес төрағасы ретінде Арал қаласының әкімі Махатов пен Арал қаласы әкімінің орынбасары Жанаевқа Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет туралы заңның 50-ші баптың 1-ші тармағының 4-ші тармақшасын бұзып, мемлекеттік қызметке кір келтіретін тәртіптік теріс қылығы үшін қызметіне толық сәйкес еместігі туралы ескерту түріндегі тәртіптік жазаларды қолдануды ұсынамын.